Сайн байна уу? Налагчуудаа хайртай мэдчилгээ үргэлт маань үргэлжилж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид энэ цаг үечид алс холоос айлчлан ирсэн нэгэн эрхэм зочныг баярлуулах гэж байна. Өөр баяр дүүрэн төрсэн ахын дүүс төрсэн их нутагтаа айлчлан ирсэн Уазира Эмед маань хэмээн хаяглаж төрсэн өдрийн гинтийн бэлэг тэгээд бас баярлаж талархаж явдаг сэтгэл бүхнээ шингээж эжийн энтэй хайраар эвийлэн түшиж байдаг. Таньда үргэлж талархаж явдаг шүү хэмээн дэргэн ихчтэй дүү Күлэм хааныхын зүгээс мөн болдоо ахын маань гэр бүлээс илгээсэн маш гоё чин сэтгэлийн илгээмжийг хамтдаа уламжилцгаая. Туусгандар алыс кетіп барады султандар. Амансыздар жақсылар. Туған күніңіз бен. Туған күніңіз өргөн бат жүшті тәлін төсін. Жақсылықта жандарыңыздан табылатын мереке күндерді құттықтайтын біздің бағдарламаның төрінде бүгінгі құтты қонағымыз алыстан келген арнайы қонағымыз Уазира апа. Апа қалыңыз қалай? Ел жерге қош келдіңіз. Қош келдік. Апа енді жақсы қонақ келсе ауылға құт әкеледі деп жатыр. Арт-артынан тойлар бау жатыр. Енді соған орай кеше ғана апамыздың тағы туған күн мерекесі болып жатыр. Жаңа жасыңыз құт берекесімен келсін. Рахмет. Апа енді төркінге келген, туған ел жерге келген жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет. Төркінге кеп, қайын сіңіліме кеп, сіңілімнің қызын ұзатып тойға кеп жатырмыз. Қатты көңіл күйіміз қуанышты, көтеріңкі көңіл күйде жүріп жатырмыз. Осыны алайқанда өсіп өндік. Туған жерімізге кеп жатырмыз. Рахмет. Енді ел ордадан ағайын туыс келді десе біздің налай хандықтар құшағымызда ашып, қарсы алып қуанып жатамыз. Ендеше бізді көріп отырған барша налай хандықтарда сізді көріп аң-таң болып отырған шығар. Таныстарыңыз бар, әңгі жаптар бар. О, мынау біздің Уазира ма деп аң-таң болып отырған шығар. Жалпы налай хандықтарыңызға айтар тілегіңіз бар ма? Бөлсеңіз. Налай хандықтарға айтар тілегімнің көптен көп рахмет. Осы ұқсап тойдан тойға кеп, үнемі тойда жүре берейік. Енді жаңғыз қайын сіңілім, күйеу балам, ана жиендеріме көп рахмет. Екіншіде осы төркіндеріме көп рахмет. Кешеден бері Бағнұрдан тойлап жаңа ғана келіп жатырмыз. Мөлдір қызым саған да рахмет. Жасың ұзақ болсын, үнемі жадырап жайнап, өстіп ата-апаларды қуантып жүре бер. Кішкене сәбилеріңнің қызығын көріп, әрқашан жадырап жайнап жүре бер. Рахмет. Апа, енді сол әдемі болып жатқан туған күнге арнайы тағы да бір тосыннан сый келді. Рахмет. Осындай бір әдемі апа жүреді барып қуантып бер деп гүл берді қолыма. Сосын гүлден қара көңілге жақын жүректен шыққан жыр сөздерді маған айтты апа. Рахмет. Тосыннан келген сыйдың кімнен қалайша екенін қазір біз анықтау үшін мен сізге бір әдемі тілектерді жақсылап қаттырақ айтып берем. Егер құлақ салып тыңдасаңыз, бұл сыйлық кімнен қалай келгені анық болады. Бұл сыйлық келіні жақсы үйдің керегесі алтын деген қазақтың сөзінен басталады. Базарқұл әулетінің сол алтын келіндерінің бірі. Енді әулетіміздің ақылшысы апасын айналған. Қара шаңырақтың құт берекесін келтіріп, бұл шаңыраққа бізді асырап, бағып, барлық қуаныш, жақсылық, әр қашанда шаңырақтың құт берекесін келтіретін алтында аяулы жеңешеме деп арналады. Жеңгенің жақсысы ананың мейірімін бөлейді деген ғой қазақ. Енді сол марқұм анамыз өмірден өтсе де, сол кісінің орнын бөлеп, арқа сүйіп, марқайып, ел ордаға барғанда енді төбе көріп қарсы алатын төркініміздің ақылшысы аяулы жеңешем сізге мың алғыс айтамыз. Бұл кісінің алдында біз мәңгі қарыздармыз. Себебі қыз бала қашанда қонақ деп жатады ғой. Бәріміз алай кеттік, бұлай кеттік. Тағдырдың маңдайға жазған бағымен бұл кісінің алақанында марқұм анам 27 жыл болды. Өз анасындай болып алақанына салып, анамның ақ батасын алған біздің ауылымыздың
алтын жеңешеміздің бірі еді. Алыста жүргенде ағайынның қадірін тіпті жақсы біледі екенсің. Арқа сүйеп қуанады екенсің. Ақылшымыз бар деп мақтанады екенбіз. Біздің Базарқұл шаңырағының құт берекесі болған сіздің жаңа жасыңыз құт болсын дейді. Рахмет. Ендеше қашанда, жылда, ай сайында жүздесіп кезігіп отырса да, арнайы бұл жолғы келген қадамыңыз құт болып тұр. Тойға той, нұр үстіне нұр боп, туған күніңіз қатар келгенде, дәл қазір сол қайын сіңіліңіз Күлімхан тәтеміз, және де Болдағамыздың берекелі шаңырағындағы жиен шарлардың атынан апасына құрмет көрсетіп жатыр. Енді алтынның жолы қашанда қазаққа қадірлі болады ғой. Құлағыңызға сырғасын тағып, құшағыңызға гүлін толтырып, тамаша туған күнді дәл қазір сол отбасынан сізге жолдап отыр. Қарсы алыңыз. Балалығым, жастығым, еркелігімді сағындым ғой сол күнді, ертегі күнді. Қабағымды бағатын асыл жеңешай, мен өзіңдей келін боп шертемін. Ал енді апау, Моңғолияның кең байтақ даласы, туған ел жер, ағайын туыстың берекесі. Енді осы күнге жеткізген бірінші Аллаға рахмет айтайық. Екінші құт боп қонған сол Базарқұл әулетінің артындағы ізбасарлары, қыз бен жиендер, күйеу бала құрметті сізге жолдап отқан жайы бар. Анау жақта түсіріп жатқан естелік видеомыз бар, апа. Дәл қазір күйге көңіл күйіңіз Болдағамыздың шаңырағына берер ақбатаңыз. Рахмет, қайын сіңілім, күйеу балам болды. Қайын сіңілім Күлімхан, жиендеріме көптен көп рахмет. Осы кешеден бері жүгіріп жатыр туған күніңіз деп. Өздеріне ұзақ ғұмыр өмір жас тілеймін. Дендер сау, аман есен. Ол жақта біз аман, бұл жақта бұдар аман есен отыра берсін. Барлықтарына тілейтінім денсаулық, өте қуаныштамын. Мөлдір қызым, саған да рахмет. Осы ұқсап жайнап бізді ата ападарды үнемі қуантып жүре бересің. Сені үнемі көріп отырамыз. Жүзіңнен күлкі кетпей, үстіп жайнап жүре бер. Бала шағаңның қызығын көріп. Рахмет. Ал енді апа, талай тойларды айтып жатамыз. Қыз болып босағаны аттаса, келін болып бірақ шықсын деп. Енді дәл сондай берекелі келін деп міне Күлімхан апайымыз айтып жатса, сіздің жолыңызды бізге берсін. Арттағы барлық ақ келіндерге апамыз сияқты әулеттің құт берекесі, қара шаңырақтың құт берекесі киелі болсын дейік. Базарқұл әулетінің ақылшысы, әулеттеріңіз түгел аман сау болсын дейік. Айтқаның келсін қарғым. Андасып күндей, бауырлармен араласып бірге, көңілдерді көккөрлетіп күнде, нардың жүгін көтерісіп бірге. Жақсы сөзге жылынайық, жұдырықтай жұмылайық. Тату